Sizlerge bugün sabahta hazır bir minut. Burun psixologiya ahvol o'zib olsam. Bugungi sabahta men sizlarga saktilib, qabız sizlarga muhiyatlilik, zerdelik, mixtilik және жақсы көңіл күймен алғырылып тілеймін. Енді сабағымызды бастағымыз бұрын, бүгін не істеп аламыз? Топқа бөліп алайық. Бірінші топ дұрыс бөлшектер, екінші топ бізде натурал сандар, үшінші топ дұрыс бөлшектер және төртінші топ бізде аралас сандар болып төрт топқа бөлінеміз. Жарайды ма? Бөлеме. Сонымен, біз не істейміз? Сол топқа барып отырамыз. Жарайды ма? Және бірінші қайсы таңдаймыз? Ортасынан, дұрыс бөлшектер. Дұрыс бөлшектер бірінші топ, екінші мерует. Дұрыс бөлшектер. Келесі аяғы. Дұрыс бөлшектер отырамыз. Келесі айқыл. Дұрыс бөлшектер. Араласында аяғы. Келесі батыраласында. Karşılığında bizdeki alttan bir köbeytilgen 4'ten 3 bir bolup duraq. 8'den 1 болады. 6 мен 3 қысқарады. Алға 2'ден 3'ке 1'ден болады. Сонымен бізде 8'ден 1 болады. Жарайсы bir болып келесі. 9 көбейтілген 3'тен 2. Бұл жердің натуралсын айдырып тұрабы. 9'dan 2'ye böleriz. Сонда бізде 18 болады. 18'de 3'ye böleriz. Açıldı. 9 көбейтілген 3'ten 2. 3'ten 18 şart, 3'ten 18 o 3'ke ısıtlarad. 1'den 6. 1'den 6. Biz deyimiz bunu 6'ga 10 деп атаймыз. Болды, отыра ғой. Жарайсың. Оқушыларды ашып көрейік. Содан соң жаңа сабақтардан таба аласыңдар. Бізде цифрлы қобдишаларда бізге сұрақтар тапсырылған екен. Сол сұрақтарға жауап беру арқылы бүгінгі тақырыпты ашады екенбіз. Жарайды ма? Бірінші сұрақ кім жауап береді? Бірінші қобдиша Қадыржан. Қай ұяш таңдаймыз? Бірінші ұяш. Аралас сандарды көбейту ережесі. Бірінші бұрыс бөлшекке айналдыру, сосын көбейтеміз. Бұрыс бөлшекке айналдырып, бөлімін алдына алды. Жай бөлшектерді көбейту ережесі. Айта ғой. Алымның бөліміне бөлімін. Дұрыс айтады, алымны дұрыс айтады. Алымына бөлімін. Алымына көбейтеміз. Мына алымына көбейтеміз. Сандарды қосу және азайту ережесі. Бүтіннен қосып аламыз. Оларды қысқартып, соларды қысқартып шыққан санға көбейтеміз. Ең кіші ортақ еселігі алалар. Ең кіші ортақ еселігі арқылы пиццаны немесе тәтті тортты біреуін таңдаймыз. Сол кезде бізде бүгінгі жаңа тақырыбымыз ашылады. Осы есептерге байланысты. Сонымен, бірінші, бөлшектерді көбейту ережесі. Сонымен, көбейтуді орында 8'den 3 жауабы көрейік. 8'den 3 жауабы дұрыс. Келесі. Бірінші 22 мен 22 бірге 33'ten 6'ны қысқарамыз. 2'den 1.
33'ten 22 көбейткен 22'den 66 Ерасыл 2 бүтін болады. 2 бүтін болады, біздегі 2 бүтін болады. Жарайсың Ерасыл. 6'dan 4 көбейтілген 5'ten 2. 1 бүтін 6'dan 4 көбейтілген 5'ten 2. Аралас санын есеміз. Бұл случайда айналып қаламыз. Алпамыз. 3'ten 2. Қанша болды? 3'ten 2 болады. 3'ten 2 болды. Жарайсыңдар. Пиццаны ашайық. Пиццаны аштық. 1 бүтін 5'ten 2 көбейтілген 2 бүтін 2'den 1. Жауабы есеп шығарамыз дәптерден. Жауабы келесі аяның қанша? 3 бүтін 2'den 1 болады. Жауап кесіп көрейік балалар. Жауап кесіп көрейік. Қанша болды? 2'den 7 болды. Ол дегеніміз 3 бүтін. Араластан 4'ten 1 көбейтілген 3'ten 1. Айға ой Аслан? 12'den 1 болады. 12'den 1 болады. Жарайсың Аслан? 12'den 1 болды, жауабы. Жарайсың. Жазып аламыз әпсерге. Біздегі ашты. Енді демек бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы жай бөлшектері және аралас сандарды көбейту екен. Біздің өтіп жатқан тақырыбымыз жай бөлшектері аралас сандарды көбейту. Сандарды көбейту үшін балалар қайталаймыз. Есеміз жай бөлшекті көбейту формуласы бірінші, екінші жай бөлшектерді бөлшек натурал сандарға көбейту формуласы және аралас сандарды көбейту формуласы болып неседі? 3-ке бөлінеді екен балалар. Алымын бөлімін көбейтеміз. Бірінші егер жай бөлшекті көбейту болса. Келесі бөлшекпен натурал санды көбейтетін болса, онда біз несеміз алымына бөлімін көбейтеді екенбіз. Астына бір деген жазасақ. Аралас сандар несеміз бірінші бұрыс бөлшекке айналдырып алып барып несеміз көбейтеді екенбіз. Енді қарайсыңдар келесі. Енді тапсырмалар жеке жоқ. Бірінші ашылады. 1 минут. Жазып отырамыз. Бірінші бастаймыз. Тақтаға. Кімнен бас? Ешкім сөйлеген жоқ. 5'ten 3'ten 1 дұрыс. Келесі. 6 дұрыс. Келесі. Алынып кел. 3'ten 2 көбейтілген 5'ten 2. Бен ойнаймыз. Жауабын білген адам тақтаға келіп шығарады. Сонымен. Бізде уақыт бар, уақыт сол бесеуді бір болады. Дұрыс, 11-13 бір сандар, отырауы. Келесі. 3'ten 2 көбейтілген 5'ten 4. 3'ten 2 көбейтілген 5'ten 4. 3'ten 2 көбейтілген 5'ten 4. Қанша болды? 15'ten 8. Жарайсың қалса, келесі. Алпамыз келіп. Келесі. Ерасыл. 4'ten 3 көбейтілген 3'ten 2. 2'den 1 келесі. Отырамыз. Отыр. Келесі. Қадықтар. 8'den 3 көбейтілген уақыт.
Kaça? 17 cuma. Kaçana birge kelesi. Alttan 25'e kelesi. Alttan 5 köpeytilgen 7'den 6. Gele bak. Bitti. Kelesi songa. Ya. 17'den kalacak gele bak. Ne oldu? Aha, doğru. Kelesi. Songusu. 7'den 2 köpeytilgen 14. 7'den 2 köpeytilgen 14. Gele bak. Екі тоғыздан төрт күн. Бізге топтық тапсырма беріп отыр екен. Біздегі спектр бойынша жай бөлшектерді көбейту ережесін қолданып, бұрыс бөлшектер түрінде көбейтуге есептеп шығара алады екен бізде. 9'dan 8 көбейту 5'ten 3. Бірінші есеп 9'dan 1 көбейтілген 5'ten 3 дейді. Келесі. Болды бірінші. Екінші топ болды. Екінші топ бірінші болды. Ең соңғы төртінші топ бізде қалды. Болған соң балалар, көшім мен алмас әдісі арқылы есеміз бір-бірімізден алмасып, тексереміз, қателерімізді тексереміз. Келесі, екінші. 9'dan 8 көбейту. Сөйлемеші. 9'dan 4 көбейту 3'ten 2. 9'dan 4 көбейтілген 3'ten 2. Отырамызды қолда тексереміз. 3'ten 2. 11'den 3 көбейтілген 15'ten 2. 11'den 3 көбейтілген 15'ten 2. Ол барыңыз болып қояр. 5 18'den 13 күн. Болды. Болды, отырамыз. Келесі. 13 көбейту 26'dan 18'den 13 күн. 1 топ. 13 көбейту 26'dan 9. 26'dan 9. Қандай қателік шықты? Бірінші кім сөйлейді? Қазірден айталым. Қателік жоқ. Адамдар бізде екі қолымызда қателік бар екен. Айталым, қандай бізде қателіктер бар екен? Келесі бұрыс бөлшектер сіздерде тексергенде қандай болды? Араласқандар бәрі дұрыс па дейді? Дұрыс екен? Жарайсыңдар араласқандар. Бұнымен бөлшектер бірден кіші ме? Дұрыс жайғыршы бірден кіші ме? Айда ғой жасуан.
Fatima, o qartı ekan. Bizde dors bo'yicha neden birden kishi bo'ladi ekan. Kelesi. 4-1. Ya bu g'arsh peshib chaqtirdi. So'siz javobni esimiz 1 verimiz. Jarayman. 10dan 4-1 ko'paytirgan 5-2. Ya 5-2. Alın ayet orası 4-2 sararı. İşimiz alın bölümde yapacağız ya. Koydu bölgeye böleceğimiz kazandı. Hayır alın kazandı ya. Böleceksiniz sıramız. 7'ye 5 böleceğimiz 10 var demek. Bizim orada cevabım ondan da değil cevap değil. Demek doğru cevap var. Ya doğru cevap. Yani cevap tereysin. Kelesi. 7'den 9 ko'paytirilgan 63'ten 49. Alpamiz keladi. 7'den 9 ko'paytirilgan 63'ten 49. 7'den 9 Söylemeyiz. Artık söz ayıklayımız var. Жетіміншісі, нешелі bize çıkaradı. Bunda bize kaça aldı? Bu degimiz bizge sen болады жарайсыз. Бұл деген Demek cevap ne oldu bize? Soruyoruz oldu жарайсыңдар. Kelesi. 5 Kelesi. Bu bölümümüz 8'den 5 ko'paytirilgan 25'e 16. Yazıp alalım taxtadan bolalar. Beşten 2 болады. Beşten 2. Demek ne olur? Yok. 5'ten 2 cevap oturalım. Bugungi sabaq sinfda bo'lsa, nesimiz sinfni basamiz. Sırağın var bo'lsa, sırağın barni basamiz. Undan keyin tushunbedi bo'lsa, tushunbedini basamiz. Jarayman. Kezek birinchi to'p Nurayxon. Ya. Barlig'i sinfda ya. Kelesi jurimiz. Kelesi barlig'i sinfda ekan. Kelesi Yasin. Barlig'i sinfda. Aha, tushuncha tag'i. Sırağım var ya, sen olsun sırağı et, tamam. Şimdi size bu alayım. Gelesin. Bilmem. Sırağı var ya, bilmem. Gelesin. Biliyorum. Sen sırağı var ya. Gelesin. Azamat. Ha, azamat. Hadi sen. Pardon, sınıfta. Hadi sen.